Баянауыл атқамінерлері ауыл мектебін сатып жатыр. Бұған Біржанкөл ауылының тұрғындары үзілді кесілді қарсы. Өйткені ауылда одан өзге бірде-бір ғимарат қалмаған. Не медпункт, не мәдениет ошағы атмен жоқ. Ал ауыл балалары көрші елді мекенге қатынап оқуға мәжбүр. Жолы жоқ шалғайдағы ауылдағы мәселені әріптесім Өзгеріс Қуанар жеткізеді. Біржанкөлдің жағасында орналасқан мына шағын ғана ауылда 50-ге тарта тұрғын бар. Кезінде дүркіреп тұрған елді мекеннен байырғы тұрғындар үдере көшкен. Өйткені ауылда жұмыс жоқ. Халық саны аз болғандықтан мектепте жабылып қалған. Ұзақ жылдардан бері бос тұрған білім ғимаратын аудан әкімдігі сатуға қойыпты. Бұл ауыл халқының ашуын тудырып отыр. Не библиотека жоқ, не жоқ, медпункт жоқ, ештеңе жоқ. Біз шетте қалған неміз, ауылымыз, былай қарағанда. Ауылда мектеп жабылғалы оқушылардың саны күрт азайған. Қазір 10 шақты ғана бала бар. Олар көрші ауылдарға барып білім алып жүр. Қазір ауылдың балалары жартысы Майғаңда, жартысы Құндыкөлде, әр жерде тарап кетті ғой содан кейін. Мына мектеп жабылып қалған. Білмеймін мен осы әкімдер қалай немен оқып келетін. Елбасымыз бәрі айтқанда мына ауылды көтеру керек, мәдениет көтеру керек, мәдениет жағын деп нетіп атқан кезде олар наоборот бұзу сатудан келеді айтыр. Білмеймін. Халық шулайтында жөні бар. Өйткені шағын ауылда медпункт те жоқ. Басы ауырып, балтыры сыздаса 40 шақырым қашықтықтағы аудан орталығына баруға мәжбүр. Бізде бір дәрі басың ауырса алатын жер жоқ. Бір дәрі медсестра бар. Қолыңды кесіп алсаң орайтын ештеңе таба алмайсың бұл ауылда. Одан кейін Дәресіпкеде анау скорый бар. Ол скорый ешқашан мына ауылдың жағдайын кеп білмейді. Ешқашан. Жазы күні медиктер күні болады, көлге кеп скорыймен кеп демалады. Жергілікті шенеуніктер тұрғындардың қарсылығынан кейін ескі мектеп ғимаратын сатудан айнып қалды. Бүгін шешімге келді, халық сұрағасын өздерін доверительное управление деп. Туризм ба, жаңағындай сосын жағында қыстың спортсмен, қыс бойы, жаз бойы спортсмендерге демалатын, дайындалатын сондай комплекс саламыз пайда отыр ол кісілерде. Әзірге ескі ғимараттан не жасарларын өздері де білмейді. Ал тұрғындар болса ауылға мәдениет ошағы ауадай қажет деп отыр. Десе де ауыл әкімі ауылға жол салып Біржанкөлді туристік аймаққа айналдыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз деп сендірді. Ал мектеп пен медпункт салу тиімсіз дейді, өйткені халық саны аз. Өзгеріс Қуанар, Роман Екеуов, Басын Атаймыз, Павлодар облысы.